Бұлбұл жүктімін деп жазба жариялады. Бұлбұл өз Instagram парақшасында жүктілік тестін көрсетіп бүкіл көрермендерді таң қалдырды. Алғашында Бұлбұл той жайында сөйлесейік деген жазба жариялады. Желі қолданушылары Бұлбұлдың жазбасына көптеген сұрақтар қойды. Көптеген жанкүйерлердің сұрағы: сіз жүктісіз бе? Бұлбұлға жүктісіз бе деп жарыса жазған желі қолданушыларына Бұлбұл стористерінде өз суреттерін көрсетті. Желі қолданушылардың пікірі ушығып кетті. Тіпті Бұлбұлдың іші шығып кеткен видеолар ел арасында тарап кеткен. Содан Бұлбұл жүктілік сынамасын өз сторисінде көрсетті. Ал жарайды, қоймадыңыздар ғой, ақыры көбісі көріпті. Онда жасыратын түгі жоқ. Жаңалығым осы. Ол барлығына жүктілік сынағының суретін көрсетіп жазба қалдырды. Мұны көрген желі қолданушылары: иә, дұрыс айтамын, Бұлбұл шынымен жүкті екен деп жазды. Бұлбұлдың жүктілік тестін неліктен көрсеткені әлі белгісіз. Осымен Серікті қорқытпақшы болуы мүмкін, ол жағы бізге қараңғы. Сонымен қатар Бұлбұл өткен аптада Серік екеуінің жаңа үйін көрсетіп бүкіл көрермендерді таң қалдырған болатын. Қолданушылар таң қалып: сендер әлі үйленбедіңдер ғой, қайдағы үй деп таң қалған болатын. Алайда бізге жеткен мәліметке қарағанда Бұлбұл мен Серік әлі үйленбеген. Бұлбұл да тойға қызу дайындық үстінде. Бұл туралы ол өз әңгімелерінде де айтады. Бірақ Серік той туралы мүлде айтпайды. Бәлкім Бұлбұл Серікке жүктілік сынағы туралы жазбасын әзіл ретінде немесе оны қорқыту үшін жазған шығар, ол жағы әлі белгісіз. Ақиқатында Серік әлі күнге дейін түрлі сылтау айтып тойды кешіктіріп жатыр. Негізі Серік пен Бұлбұлдың үйлену тойы осы жылдың қыркүйек айында өтуі керек еді. Бірақ қазір қазан айының аяқталуына 10 күн қалды. Той жайлы әлі де еш дерек жоқ. Естеріңізге сала кетейік, Серік пен Бұлбұл қосылайық реалити шоуының 4 және 3 маусымында жұп болған болатын. 4 маусымда Серік Бұлбұлға сырға салып сырғалым атанды. Сырғалым атанған Бұлбұл Серікпен бірге жазғы демалысты Таиландта өткізген болатын. Осы екі жұптан той күтеміз.